Қостанай облысы Әулиекөл ауданы нөмір 121 Құсмұрын орта мектебі мұғалім Қойшыбаева Галия Төкеновна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов, ғұлама, жазушы. 6 сынып. Сабаққа негізделген оқу мақсаты. Тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу. Сабақтың критерийі. Мұхтар Әуезов бойынша диалогке қатысу, дұрыс сөйлеуде сөз әдебі мен этикетті сақтау. Сабақта не істейміз? Жаңа сөздермен танысамыз. Мұхтар Әуезов жайлы ақпаратты бекітеміз. Диалог құрастырамыз. Сұрақтар қойып, сұраққа жауап береміз. Дұрыс сөйлейміз және әдепті сөйлейміз. Тапсырмалар орындаймыз және қорытынды жасаймыз. Балалар, Абай Құнанбаев пен Мұхтар Әуезовке қатысты сұрақтарға жауап беріңіздер. Туған жерлері, туған жылдары, шығармалары, туыстарын атаңыз, екеуін не байланыстырады? Қай жылдары қайтыс болған? Балалар, жаңа сөздер. Сөздерді мәнерлеп оқыңыз. Сөздік дәптерлеріне көшіріңіз. Басылып шықты. Издавались. Арналған. Посвященный. Мақтанышпен таныстыру. Достойно представлять. Ұлы жазушы, великий писатель. Жаңа сөздерді бекіту. Сұрақ сөздердің орнына сөздік қорыңыздан сөз қойып, сөз тіркестерін құрастырып, тілді жаттықтырыңыз. Қандай романы басылып шықты? Кімге арналған роман? Қандай романды мақтанышпен таныстырамын? Айтамын. Ұлы жазушы кімді әлемге танытты? Балалар, бірінші тапсырма. Өткен сабақтағы мәтін бойынша көп нүктенің орнына
Қажетті сөздерді қойыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі екінші тапсырма. Берілген жауаптарға сұрақ құрастырыңыз. Сұрақ, жауап. Келесі үшінші тапсырма. Балалар, кілт сөздердің көмегімен берілген сұраққа 3-5 сөйлеммен жауап беріңіз. Сұрақ: Мұхтар Әуезовті неліктен ғұлама жазушы дейміз? Кілт сөздері: себебі, өйткені, абай, әлемге танытушы, зерттеуші. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді сабағымызды қорытындылаймыз, бағалаймыз. Өте жақсы, жақсы, нашар. Дәптерлерімізге белгілейміз. Жарайсыңдар, балалар. Үй тапсырмасы. Жаңа сөздерді жаттау. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.